Ержан мен Ерасыл. Көктемнің жайма шуақ күндерінің бірі еді. Мектептегі соңғы қоңырауға санаулы күндер қалған. 9 сынып оқушысы Ержанның көкейінде сан түрлі ой. Бір жағынан емтихан, бір жағынан ата-анасының оған деген үміті. Ал ең қиыны өзімен өзі алысып жүрген ішкі күйзеліс. Әкесі шетелде жұмыс істейді, анасы да үнемі жұмыста. Үйдің үлкені болған соң інісін бағу, үйдің тірлігін жасау да соның мойнында. Ол кейде бәрінен шаршап, жалғыз қалғысы келетін. Бірақ дәл осындай сәттерде кішкентай інісі 7 жастағы Ерасыл келіп, «Аға, мен шахмат ойнайықшы» деп алаңсыз жымиятын. Ержан алғашында ерегесіп, кейін мазамдалма дейтін. Бірақ бір күні мектепте тәрбие сағатында мұғалім: «Кішіге құрмет дегеніміз тек бауырыңды жақсы көру емес, оның рухани дамуына жауапты болу, үлгі болу» деген сөздері оны терең ойға салды. Сол кеште Ержан бұрынғыдай емес, інісіне қарап отырып: «Ерасыл, бүгін шахмат емес, мен саған өзім бала болған кезімдегі ертегілерді айтып берейін» деді. Ерасылдың көзі жайнап кетті. Олар ұзақ әңгімелесті. Ержан өзінің балалық шағын, ауылдағы атасы айтқан аңыздарды, Төле би мен Әйтеке бидің әділдігін, алаш арыстары туралы оқығандарын айтып берді. Сол күннен бастап Ержан інісіне тек ағалық емес, рухани көшбасшылық таныта бастады. Ол інісіне домбыра тартуды үйретті, бірге кітап оқыды. Ерасылды тез есейе бастады. Бірде аулада балалар төбелесе жаздағанда Ерасыл: «Үлкендерге жүгінейік, біз бір елдің ұрпағымыз» деп ақыл айтқанына көршілер таң қалды. Мектепті аяқтаған күні Ержан мұғалімдер алдында сөз сөйледі: «Мен көп нәрсені оқулықтан емес, өмірден, інімнен үйрендім. Құрмет екі жақты. Кішіні сыйлай білу, болашақты қадірлеу. Өйткені олар ертеңгі елдің иесі». Сол кезде алыс сапардан оралған әкесі де, көзінен жас алып отырған анасы да баласының рухани өскеніне мақтанышпен қарады.